Қайырлы күн балалар, сендермен бүгін біз 6-шы сыныптың English Plus кітабындағы 59-шы беттегі Can for Ability and Permission тақырыбын талқылайтын боламыз. Жалпы can дегеніміз ол модальді етістік екенін білеміз. Ол бізде can мен жасай аламын, істей аламын деген мағынадан жүреді. Оны екі жағдайда қолданамыз. Біріншісі ability, яғни қабілет. I can swim, мен жүзе аламын, яғни мен жүзуге қабілеттімін деген мағынада. Екіншісі all permission, яғни рұқсатта. Can I swim? Болмаса you can go swim деген сияқты. Сен жүзуге бара аласың, мен жүзе аламын ба деген секілді. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Тапсырмаларды орындамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Жаңа видеолар каналға тіркелгендерге ғана көрінеді. Сонымен бастадық. Which two sentence? Look at the sentence and answer the question дейді. Мына сөйлемдерге қара және мына берілген 4 сұраққа жауап бер дейді. Сонымен біріншісіне қарайық. Which two sentences are about permission? Яғни қай екі сөйлем рұқсат туралы дейді. A мысалға, you can go to the swimming pool. Сен бассейнге бара аласың. Яғни бұл жерде permission рұқсат беріп тұр, иә? Және де B жауабы. We can't go into swim. Яғни into town. Біз бара алмаймыз қаланың ішіне. Яғни бұл жерде де рұқсат еместігін білдіріп тұр, иә? Жалпы түсініп жатырсыңдар деп ойлаймын. Екіге кеттік. Which three sentences are about ability? Яғни қай үш сөйлемдер қабілет туралы дейді. Қабілет біз білеміз. Бірден кейін жасай алу. Әрине B. I can play the piano. Listen. Мен пианинода ойнай аламын. Тыңдашы дейді. Яғни рұқсат қабілет туралы айтты. Мен пианинода ойнай алатындығы туралы. Екінші C. Tom can sing. О жоқ, Том өлең айта алмайды дейді. Бұл жерде де оның қабілетті емес екендігін көрсетіп тұр, иә? Ал И жауабында can they speak Spanish? Олар испанша сөйлей алады ма дейді. Бұл жерде де оның қабілетті can they speak Spanish? Олар қабілетті ма деп сұрақ қойып тұр, иә? Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді 3-ге кеттік. What is the negative form of can? Can'ның болымсыз түрі қандай? Ол әрине бізде can't. Do we use do, does to make questions with can? Яғни біз do, does деген сөйлемдерді can'дан сұрақ жасау үшін қолдана аламыз ба дейді. No, we don't. Әрине біз қолдана алмаймыз. Сұрақ қойған кезде сұрақ бізде үнемі can'нан басталу керек. Do, does'дан емес. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге былай айтады. Look at the sentence and write P permission or A ability дейді. Мына сөйлемдерге қарайсың да, оның қайсысы рұқсат, қайсысы қабілет екендігін айтуың керек дедім. A бізде ability, P бізде permission. Бастадық. I can swim. Ол бізде әрине қабілет ability болады. Жауап A. You can't use mobile phone in the class. Яғни бұл бізде рұқсат бермей тұр, иә? Сен мобильді телефонды класста қолдана алмайсың дейді. Демек бұл жерде permission болады. My father can speak German and French. Яғни бұл қабілет, оның әкесі немісше және французша сөйлей алады екен. Ол бізде A болады. You can wear jeans if you want. Сен кие аласың егер джинсы кигің келсе дейді. Бұл әрине бізде рұқсат беріп тұр джинсы киюге. P болады. You can go to the cinema this evening. Сен бұл жерде де, сен осы кеште кинотеатрға бара аласың дейді. Яғни бұл жерде де рұқсат P permission беріп тұр. You can't cook. Сен тамақ жасай алмайсың дейді. Яғни бұл жерде бір адамның қабілетті емес екендігін, яғни ability-ді көрсетіп тұр. Түсінікті болды деп ойлаймын. 3-ші тапсырмаға кеттік. 3-ші тапсырмада сендерге былай айтады. Write sentence about your abilities, use the ideas in the box and ask and answer with your partner дейді. Яғни мына сөйлемдермен сұрақтар құрастыр және де өзіңнің жұғынан сұра дейді. Мен саған мына жерде 3 сұрақ құрастырып бердім. Міне. Can you speak 3 language? Мына can мен. Can you speak 3 language? Сен 3 тілде сөйлей аласың ба? Yes, I can. Я мен сөйлей аламын. I speak Kazakh, Russian and English. Мен сөйлеймін қазақша, орысша және ағылшынша. Яғни оның қабілетті екендігін және де мынаған сай келтіріп жаздым. Can you run 1 kilometer? Сен 1 километр екенін орналастыру керек. Сен 1 километр жүгіре аласың ба дейді. No, I can't. Жоқ, мен жүгіре алмаймын. Can you dance tango? Сен танго билей аласың ба деп сұрайсың. Одан кейін жауап. No, I can't. Жоқ, мен билей алмаймын. I can dance TikTok trends. Мен тек қана TikTok трендтер билей аламын дейді.
Төртінші тапсырмаға келдік. Write about things you can or can't do at school. Use the phrases below and your ideas. Яғни саған айтады, мектепте сен не жасай аласың, не жасай алмайсың, мына қорапшаның ішіндегі сөздерді құрастырып жазып көр дейді. Use mobile phones, yeah? Use mobile phones, мына жерде S бар. Яғни, we can't use mobile phones. Біз сыныпта мысалға мектепте ұялы телефон қолдана алмаймыз, yeah? We can't дедім сол үшін. Talk in an exam. We can't talk in an exam. Біз яғни экзамендерде сөйлесе алмаймыз, сондықтан can't болады. Үште. We can't wear jeans. Біз мектепте әрине джинсы кие алмаймыз, сондықтан can't болып тұр. We can go to home for lunch. Яғни біз обедте үйге бара аламыз. Обед дегеніміз ол түскі ас кезінде үйге бара аламыз. Яғни түскі ас дегеніміз ол 1 сағат деген секілді, бізде мысалға 1 үйде боламыз, соны айтып тұрмыз. We can eat at school. Біз мектепте тамақ жей аламыз. Әрине столовыйдан тамақ алып, асханадан тамақ алып жей аламыз. We can't listen to music at school. Біз мектепте өлең тыңдай алмаймыз, сондықтан can't-ті қойдым. 5-ші тапсырмаға кеттік. 5-ші тапсырмада сендерге былай айтады. Look at the key phrases, complete the dialogue. Мына бір key phrasesтерге қарада, мына бір диалогты толықтыр дейді. Мына мен сағандерге жауабын жазып қойдым. Mom, okay, Mom, is it okay if I go Sean's house? Mom, бұл дұрыс болады ма? Бұл жақсы ма? Егерде мен Шонның үйіне барсам деп сұрақ қойды Джейк деген ұлы. Одан кейін анасы айтты. No, sorry, you can't. Міне бірге you can't болады. Жоқ, кешір, бірақ сен бара алмайсың. I can't. Why not? Мен бара алмаймын ба? Неліктен деп бала сұрақ қойды. Екіде why not болады. Because your grandparents are here this afternoon. Өйткені сенің ата-әжең келе жатыр осы кеште дейді, осы түсте дейді. Үште айтады. All right, it is okay if I go this evening then. Бұл дұрыс болады ма, егерде мен барсам осы кеште дейді. No, анасы айтып жатады. No, not this evening, Jake. You've got a lot of homework. Жоқ, бұл кеште емес, Jake. Өйткені сенде көптеген үй тапсырмасы бар дейді. Одан кейін Jake айтады. Well, can I go tomorrow? Онда мен ертең барсам бола ма дейді. Can I? Төртте can I? Yes, you can. Әрине дейді анасы. Бара ғой. Great, thanks. Керемет, рахмет деп өзінің диалогын толықтырды. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада айтады. Тура осы секілді, мына көкпен жазылған сөздерге өзіңнің сөздеріңді қойып толықтыр дейді. Мысалға, Арманс дегеннің орнына, Арманс хаустың орнына сен өзіңнің бір досыңның үйін жазсан болады. Және де no, sorry, you can't болады. Мына жер түсінікті. Және де мына жерге мен cousins are here coming this morning дедім. Бұл жерге өзіңнің сөйлеміңді қойсам болады. Мына Джейктің орнына сен өз атыңды жазасың. Сонымен осы сөйлем толығымен толықтырылады. Және де мына жерде мен activate-ді, мына жерде finish-ді түсініп тұрып қояйын. Write about things you can and can't at home. Яғни үйде не істей аласың, не істеуге болады, не істеуге болмайтындығын жаз дейді. Мына жерде саған мысал беріп қойдым. Мысалға, I can use phone until 10 o'clock, мен телефонды қолдана аламын 10-ға дейін. I can't read a book at night. Мен кеште кітап оқи алмаймын. I can go to the shop once a week. Яғни мен бара аламын дүкенге аптасына 1 рет деген секілді. Жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Ағылшын тілінен бірге 5 шығайық.